жасырған, осы күнге дейін сізден жасырған бүкіл шындықты қазір айтып беремін. Көбісі адамдар, көбісі фермерлер осы ветврачтарға сене береді. Бірақ олар ойламайды, сынамайды, тексермейді, зерттемейді. Ол қандай ауруды әкеледі, қандай ауруды тудырады, қандай зияндықтарға апарады. Бұл видеода мен сіздерге бүкілсін айтып беремін. Бүкіл мен тестирование интернетті ақтардым, өзімнің үстімнен өтті. Және де мен енді бұлардың бәрін айналып өтетін, және де тегін бір аптада результат беретін, бір апта емес 3-4 күнге дейін. Иммунитетке байланысты, сиырдың иммунитетіне байланысты уақыты қысқарады, ұзарады. Бір аптадан сол 3 күннен 10 күнге дейін. Солның арасында сиыр міндетті түрде жазылып кетеді. Бұның рецептін мен бұл видеода айтам, және де қалған дәрілерді неге қолдануға болмайды, ол қандай аурулар тудырады, қалай тудырады, неге тудыратын бәрін айтып береміз. Давай кеттік, видеоны соңына дейін қараңыздар, до конца болыңыздар менімен бірге. Кеттік, түсіндірейін. Бұсы қотырды тудыратын екі грибок бар. Мынау және де мынау. Бұлар өте жаман грибокты нағыз тудыратын нәрселер. Енді мана қотыр дегеніміз грибокты деп айта берейін. Мана қотырды тудыратын осы екі микроб. Бұлар жаман әсер етеді. Енді қалай әсер ететінін айтып кетейік бірінші, чтобы білу үшін оларды қандай жолдармен өлтіреміз. Паразиттер теріде көбінесе тез көбейеді. Олар мал әлсіз болған сайын, олардың иммунный системалары қарсы шықпаған сайын, олар тез көбейеді. Біз осы дәріні еккенде біз ең бастысы иммунный системаны әлсіретпеу керекпіз, наоборот, мықтылату керекпіз. Енді сол біз иммунный системаны әлсіретеміз, және де бұларды өлтіреміз. Иммунный система әлсіз болған сайын бұлар тез көбейеді. Значит, ең бастысы біз иммунный системаны өлтіріп алмау керекпіз. Бұлардың үстінде енді олар теріде көп болған соң, олар бірақ іштеріне өтпейді. Ішіне қарай қатты өтпеген соң, ол қатты қорқудың қажеті жоқ. Бірақ ол тері кеткен соң, бізде инфекция болуы мүмкін. Сол инфекцияны тудырып алмау үшін біз оны қатты күшейтіп алмау керекпіз. Күшейтіп алғаннан кейін, сіз уже күшейтіп алып, арқасы қанап, еті ашылып жатса, оны перекиспен сеуіп, одан құтыласыз. Оның көп проблемасы жоқ. Бірақ перекис жетпейді. Мана рецепті қолданамыз. Жарайды, міне рецепт. Майды ертеміз. Майды ерткенде қатты газға ертуге болмайды. Майды кәдімгі майды әлі дайын емес май болса, оны газға ертеміз, отқа ертеміз кәдімгі. Сол кезде ішінен шыққанын сүзіп аламыз, ал сұйығын суытамыз. Суытқаннан кейін, оны суытып алғаннан кейін, оны ыстық суға салып ерткен дұрыс. Себебі ыстық су 100 градустан аспайды. Сол кезде ол жайлап өз ретімен ерейді, и ол қатты қызып кетпейді. Екіншіден, қатты қызып кеткен майдың ішінде витаминдер өледі. Ол қатты эффект болмайды. Екінші қосатынымыз ол сера. Сера дейтін қазақша күкірт болады. Күкірт дейтін ол нағыз бізге керек нәрсе. Бұл қотырды өлтіретін у. Ол малға әсер етпейді, себебі терісінің бетінде болады. Ол ішіне бергенде ол кейін өтеміз. Күкірт туралы да видео түсірейін. Есіме салып қойыңыз, ұмытып кетіп жатсам. Күкірт малға нормалары бар. Көп беруге болмайды, аз беруге болмайды. Ол малды өлтіртпеуі мүмкін. Күкірт дейтін ол ең көне, древний десек болады. Антисептик. Оны көптен бері адамдар қолданып келе жатыр. Ол бізге таныс нәрсе, және де одан көп қорықпаймыз. Так что мен осы күкіртті қолданам. Сода, күкірт. Сода ол жана нәрсе болған соң, оны қорқамыз кішкене. Осы күкірттен біз вообще қорықпаймыз. Так что мен күкіртті қолданам бүгін. Енді біз майды не үшін қолданамыз? Май негізі бұл жерде өлтіретін нәрсе емес. Май ол теріні жібітіп, күкірт терінің ішіне сіңдіруге жақсы. Терінің ішіне сіңгеннен кейін, ол терінің ішіндегі қотырларды өлтіреді. Мына екі грибокты айтып едім, ол соларды өлтіреді. Солардан бізді құтқарады.
Әйтпесе май әшейін терісін жібітуге арналған. Тері жібімей үстіне әшейін сеуіп тастасақ, ол жақсы сінбейді, және де результат жай болады и расход көп болады. Питон және де микроспорум олар терідегі креатинмен тамақтанады екен. Олар бұл креатинді жеп теріні әлсіретеді екен. Енді осы біздің күкірт креатинді оларды креатин жеуден айырады. Және де өлі терілер көбейіп жан-жаққа тарап кетуге фұрсат бермейді бұл. Манағы май сол үшін жақсы. Ол теріні жаңартып тұрған соң, олар жақын тез жүре алмайды, былай да былай көшіп кете алмайды. Және де осы күкірт теріні мықты қылып, типа тәрбиелеп дегендей, бізге әдемі тері, мықты тері қылып істеп береді. Енді бастағанда былай, біз бірінші зақымдалған жерді дұрыстап тұрып тазалаймыз. Менде темір щетка бар. Бірақ темір щетка ондай дұрыс дей алмаймын. Пластмассовый щетка болса жақсы. Қырып, бірінші бүкіл жүнін ашамыз. Жүнін ашқаннан кейін бүкіл мана жаман қотырдың бәрін ашып алу керек. Жүн құрай беретін жерлері болады, ол кейін ашылады. Соны біз ашып алу керекпіз. Сосын сол жақтардың бәрін тазалаймыз. Кір қалдырмау керек. Кір қалып кетсе болды, уже эффект жайлай бастайды. Бізге эффект максимальный тез және аз расходтармен істегені дұрыс. Енді осы ауырған жерлерін бәріне жағамыз. Сосын күнне осы бір рет жағамыз. Бір реттен аз емес. Күнне бір рет жағамыз. 2 рет жақсаңыз тіпті жақсы. Бірақ 2 рет жаққанда ол май қалып кетеді негізі. Міне азанда жақтыңыз ба, кешке қарай уже май қалып кетеді. Сол майды тағы да бір ысқылап, сіндіріп, мана күкірттің майында сіндіріп, күкіртімен бірге тағы да бір ысқылап жіберу керек. Келесі күні тағы да тұрады ол май қалып қой. Оны тағы да бір ысқылап жібереміз. Ал үшінші күні әлі қалып тұрса, оны марганцовкамен жуып жібереміз да жаңадан жағамыз. Оны жумай жақсаңыз, уже не эффект азая бастайды. Енді неге мен маждарды қолданбаймын? Неге мен солидолды қолданбаймын? Неге мен осы жолмен жүрем? Не үшін мен оған басымды қатырдым, дайын майды алмаймын ба? Жоқ, мен әшейін тек былай майларды ала салмаймын. Мен ойланам, мынау не май? Жегенде де мынау не ет? Сұраймын. Былай ұялатындай бір таныс емес біреу болмаса, таныс біреу болса, мынау не ет мынау? Қайдан алдың мына ет? Мынау халал ет па? Жей алмаймын. Нормально қолдана алмаймын мына маждарды. Сразу интернет тақтара бастаймын, қарай бастаймын. Составында не бар? Ол қалай өлтіреді? Енді менің түсінгенім, олар не то жолмен өлтіреді. Составтары жарайды, микро өлтіреді шығар, бірақ олар не то жолмен өлтіреді. Мынау сияқты жолдарын жауып, мана креатинді жеуге жолдарын жауып, тарауға қысқаша жолдармен тоқтатып. Енді осы фармацевтикалық компаниялар ұсынатын дәрілер міне. Біріншісі, фармацевтикалық компаниялар ұсынатын дәрілер терінің табиғи қорғанысын бұзады. Бұл әрине өлтіреді, бірақ терінің қорғанысын бұзып тастайды онымен бірге. Сосын ол иммунитетті әлсіретеді и және де ет пен сүтке кетеді. Міндетті түрде ол сініп ішіне қарай кетеді. Сира кетсе, ол тіпті жақсы, бізге айналып кетсе тіпті жақсы. Ол бізге сүтке де, етке де бізге пайдалы болады. Бұл ет пен сүтке сіңгенде адамның ішіне кетеді. Бұл адамды да конкретно зиян тигізеді. Енді міне қолданатын майлар. Біріншісі, содовая мазь дейді. Ол күйік қалдыруы мүмкін. Себебі бұл слишком күйдіріп жібереді. Біздікі сера вообще күйдірмейді. Бұл күйдіріп жіберуі мүмкін. Йод дейтін күйдіріп жіберуі мүмкін. Және де бұлар басқа да химикаттарды қосады, ол вообще қатты күйдіреді. Енді осы қотырға арнайы майлар бар. Олар тем более біздің малды еттің сүтін манағыда айтқандай качествосын нашарлатады. Гризиофульвин. Бұл бауыр мен бүйрекке зияны бар. Мына почка мен бауырға зияны бар. Себебі ол қанға түседі, қанмен айналып жатқанда ол барып осы бауыр мен бүйрек қой бізде фильтрация жасайды қанды. Енді осы баратта біздің малдың соларын әлсіретеді екен. Сол дейтін жиі қолдана берсек, ол гормондарды бұза бастайды.
Ол малға да, адамға да зиян. Адамға да қолданатындары бар. Осы гормондарды нағыз бұзатын маз екен. Ол әрине өте танымалы, өте көп жиі қолданылатын май. Сіз білетін шығарсыз. Рекламаларда көп істейді. Бірақ бұл нағыз гормондарды бұзатын маз екен. Миконазол ол гормондардың уровенін бұзып тастайды. Кетоконазол ол аллергияларды тудырады. Нағыз біздің ауыратын аллергияларымыз байқасаңыз осы кетоконазолдан кейін болады екен. Коназол бүйрекке өте зиян. Коназол ол аналарды өлтіріп тастап, теріні де кептіріп тастайды. Май сияқты жібітіп тұрмайды ол. Май жібітіп теріні сындырып жібереді, ал бұл биофомазол, бұл бифоназол өлтіреді және теріні кептіріп тастайды. Ол зараженияға өте оңай жол ашып береді. Басқа грибоктар уже одан да тез ішіне құйыла бастайды. Енді осы қотырды емдегенше, әрине қотырды тудырмағаны дұрыс. Оны білетін шығармыз. Малдың терісін жиі тексеріп тұрыңыз, қарап тұрыңыз. Бір малда шыға бастаса, сразу тездетіп одан құтылуға тырысыңыз. Ол жай болмай. Мен де биыл сөйттім. Жылда кетіп қалатын еді. Кішкене шығады, кетіп қалады, кішкене шығады, кетіп қалады. Енді биыл да сөйтіп едім, кішкене шықты. Үлкейді, кетеді деп отыра бердім. Бір кезде сиырға полный жайттық. Оны жанталасып, ананы мынаны зерттеп, одан сайын бірнеше сиырға жұқып кетті. Мен оны емдеп тастадым. Ол сиырларды емдеп тастадым. Бірақ біраздан кейін басқа сиырлардан шыға бастады. Значит, біз жерге или оларға уже жұқып қойған еді. Енді ол жайлап шыға бастады. Ол енді көктемге дейін тыпырлап зорға жойдым. Енді осы фармацевтикалық компаниялар бізге неге табиғи емдеу жолдарын жасырып қойды? Сұрақ, неге? Жауабы әшейін оп-оңай. Олар просто ақша табу керек. Ақша керек оларға. Біз анандай жолдармен емдесек, оларға ақша не болады? Және де бұл дәрілердің бәрі, мынау дәрілердің бәрі. Бұның бәрінің зияндары бар. Бұл әшейін нәрсе емес. Арасынан бір дәрін таппадым мен. Нормально. Зияны жоқ. Осыны өзім вырабатывать етіп, зорға тауып алдым. Әрине басқа жолдар бар, бірақ ең эффективный көрген жолым осы. Және де сіздермен бұны мен таза тегін бөлісіп тұрмын. Біз просто так малды химиялап, өзімізді химиялап, ет сататын болсаңыз, клиенттерді, сүт сататын болсаңыз, клиенттерді химиялап болсаңыз, уландырып. Зачем? Бізде табиғи жол тұр ғой. Табиғи жол, керемет, тегін. Зачем ақша құртып, және оның үстінен улап? Мен каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Осындай пайдалы ақпараттарды мен жиі беріп отыруға тырысамын. Өзімнің басымнан өткен бүкіл проблемаларды айтуға тырысамын. Пайдалы болған болса лайк басыңыз. Бір сұрақтарыңыз қалса комментарий жазыңыз. Ендігіндей қолданасыз ба, қолданбайсыз ба бұл химикаттарды? Міндетті түрде жазып кетіңіз. Және де осы қолданасыз ба, қолданбайсыз ба жазып кетіңіз. Қолданатын болсаңыз айтыңыз. Мен адамдарды улағым келеді. Маған бәрі бір. Мен ақшамды құртқым келеді. Маған қаражат қызық емес. И адамдар да қызық емес. Маған бәрі бір. Малым да қызық емес. Малым кейін ауырады. Оның бәрі бір маған. Ал қолданбайтын болсаңыз, онда молодец. Сіз қаражатыңызды экономдайсыз. Және де өзіңізді, клиенттеріңізді, малыңызды сау ұстайсыз. Аман есен. Көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеоларды бақылап отырыңыз. Кездескенше.